Баршаңызға сәлем қыздар. Рафаэлланы енді сатып алмаймыз, үйден осылай жасаймыз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, толық нұсқасын көріңіздер. Ол үшін бізге кокосовая стручка, миндаль и сгущенка қажет. Бірінші кокосовая стручкамызды шұңғыл ыдысқа салып аламыз. Мендегі кокосовая стручка 100 грамм. 100 граммға жартылай 50 грамм сгущенка қосамыз. Ал сгущенкамыз аздау болып жатса, қыздар 10 грамм, 15 грамм қосуға болады үстіне. Өстіп сгущенканы қосқаннан кейін массаны араластырамыз. Бізде массамыз сұйық болмаса, қатты қою болмау керек. Осындай жабысқақ, тығыз масса пайда болады. Оны қолымызға осылай көлемде алып аламыз да, ортасында миндалімізді салып, дөңгелек пішінді етіп дайындап аламыз. Қараңыздар, осылай дөңгелетіп, дүп-түзу қылып дайындап аламыз. Ол дайын болған пішінімізді тағы да кокосовый стручкаға аунатып, тарелкамызға орналастырамыз. Қараңыздар, осылай орналастырып қоямыз. Жақсылап араластыру керек. Екіншісін дәл солай. Осындай мөлшерде алып аламыз, миндалін саламыз. И тағы да домалақтап осылай дайындап аламыз. Қолға жабыспайтындай осындай масса дайын болу керек, қыздар, қараңыздар. Қандай керемет. Дәмі деген дәл сол Рафаэлланікіндей, ешқандай айырмашылық болмайды, ешқандай ұқсамастық болмайды. Осылай барлығын тарелкамызға орналастырамыз. Барлығын жасап болып, қыздар, қонақтарыңызға қойсаңыз болады. Керемет болып шығады дәмі. Мен осылай жасаймын. Әр қонақ шақырған сайын. Қараңыздар, қандай нәп-нәзік. Дәмі де солай, тәп-тәтті. Қараңыздар. Менде осындай дана шықты. 100 грамм кокосовый стручкадан. Ас болсын. Осылай сіздерде дайындап, қонақтарыңызға тарту етіп көріңіздер. Болмаса балаларыңызға. Балалар тәттіні жақсы көреді ғой, қараңыздар. Нәзік. Келесі кездескенше.